Бұл шығарылышта жалаң ғана Honda Odyssey үлгісіндегі үналарды көрсетеміз. Каналдан алыс алыңыздар. Біз бірінші үнаны көрсетеміз азыр. Алтыстағы. $3400 сұрап тұр ушул Odyssey'ге. 2001 жылы шығарылған 2.3 объем Honda Odyssey. $3700 сұрап тұр. Honda Odyssey 2002 жылы шығарған объем 2.3, $4000 сұрап тұр. Состояниясы отличное деп жазылып тұрады. Honda Odyssey 2002, 2.3 объем, $4000 сұрап тұр. 199.000 километр жүріп тұр. Почти 200.000 километр. Базарда ең көп Odyssey кіріп тұр бүгінгі базарда. Бұл жерде дағы Honda Odyssey'ді көрсетеміз. 2001 жылы шығарылған объем 2.3, $3800 сұрап тұр. Honda Odyssey көк түстегі, көк қара түстегі 2000 жылы шығарылған объем 2.3, $3400 сұрады деген. Honda Odyssey ақ түстегі 2002 жылы шығарылған объем 2.3, басы $4400. Honda Odyssey 2000 жылы шығарылған объем 2.3, $3800 сұрап тұр. Қара түстегі Honda Odyssey 2002 жылы шығарылған объем 2.3, үстінде қара люк бар. Оның жанында қатар Odyssey'лер тұрады, ошоларды көрсетеміз. 2002 жылы шығарылған объем 2.3, $4800 сұрап тұр. Бұл Odyssey, бұл дағы 2002 жылы шығарылған объем 2.3, $4600 сұрап екен. Үстінде люк бар. Honda Odyssey 2003 жылы шығарылған, пробег 160, объем 2.3, состояние идеал деп жазылып тұр, $4300.
Бұл жерде Honda Odyssey 2002 жылы шығарған объем 2.3. Басы жазылып тұр. Бұл жерде 2002 жылы шығарған объем 2.3 Honda Odyssey ақ түстегі $4500 сұрап тұр. Бұл жерде дағы Honda Odyssey. $2001 жылы шығарған объем 2.3 $3500. Бұл жерде тағы бір Honda Odyssey тұрады. 2003 жылы шығарған объем 2.3 $4600. Бұл жерде дағы Honda Odyssey 2001 жылы шығарылған объем 2.3 910 расхат қатпен 134.000 км жүріп тұр. Мәке, бас қанша оның мәке? $4400 екен. Болар бас қанша мәке? 4-2 біріз. Бұл үшін $4200 береді екен. Қызыққандар болса байланысқа шығыңыздар. Honda Odyssey 2002 жылы шығарылған 2.3 $4700 сұрап тұр. Honda Odyssey 2003 жылы шығарылған объем 2.3 ақ түстегі. Үстінде люк тағы бар екен. $4500 сұрап тұр. Бұл жерде дағы ақ түстегі 2000 жылы шығарған объем 3 $4800 сұрап тұр. Объем 3 екен. Бұл жерде қара түстегі Honda Odyssey 2002 жылы шығарған объем 3.2. Honda Odyssey 2003 жылы шығарған объем 2.3 баклажан цветтегі $3900 сұрап тұр. Пробег 260.000 км жүріп тұр.
Biz akırkı Одиссейді сіздерге көрсетеміз. 2000 жылы шығарылған Avion 2.3. Сыртынан абалын өзіңіздер көріп тұрасыздар. Мотор коробка состояниясы жақсы дейді, бірақ басы келісімде деп жазылып тұрады. Чалып сұрап көріңіздер. Біз ақырында бұл жерде дағы бір Honda Odyssey тұрады, шындан жүртіп қойды. 2002, 2003 Avion $3300 сұрап өткен. жылы шығарылған жағадағы бір ақ түстегі Odyssey. Сіздерге шол ақырқысын көрсетеміз. Avion 2.3 $3200 сұрап өткен. Машинаны сылып, Odyssey'лерді көрсеттік. Балар арқандай. Арасында қымбаттары дағы бар, арзандары дағы бар, абалына жараша. Бардық Odyssey'лер сіздерге көрсеттік. Видео сіздерге жаққан болса лайк басыңыздар. Анча арасында минус жерлерін тапқан болсаңыздар, аны тура түсініп қабыл алып қойыңыздар. Себебі анткені азыр базарда өте суық болады. Ошондуктан біраз камераны жақсы қармай албай тартып қалған өчүрүүбүз болду окшойт. Ошондо болсо дагы көрүп коюңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.